Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде ит көрсеңіз қалай жорылады? Ит ежелден адамның досы саналады, ал осы жануарды түсіңізде көру ненің белгісі? Ең алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер түсіңізде ит, түлкі немесе басқа аңды қуалап ұстаса, онда шынайы өмірде ісіңіз өрге домалайды деген сөз. Тұрмыс құрмаған бойжеткен түсінде үлкен ит көрсе, болашақ күйеуі текті, жетістікке жететін абыройлы азамат болатынын білдіреді. Түсіңізде ит мысықты өлтірсе, онда сәтті келісімшарт жасасасыз, немесе досынан бір қуанышты хабар аласыз. Ал ит пен мысық ойнап жүріп, кенеттен төбелесе, сүйіктіңізбен айырылсасыз. Алайда түсіңізде араша түссеңіз, махаббатыңызды сақтап қала аласыз. Әйел адамға түсінде мейірімді ит келіп еркелесе, онда ол көп ұзамай тұрмысқа шығады. Алып итті көрсеңіз, жақын арада танысатын адамыңыз болашақта жақсы досыңызға айналады. Кейде бұл түс ескі достың қамқорлығы мен қолдауына да білдіреді. Түсіңізде итті тамақтандырған адамға шынайы өмірде сенуге болады. Егер итті сіз тамақтандырған болсаңыз, сіз де сенімді адам болғаныңыз. Түсіңізде жарақатталған немесе өлген итті көрсеңіз, жақын арада сіз досыңыздың қайтыс болғанын немесе қатты науқастанғанын естисіз. Ал түсіңізде ит сізге атылатын болса, жақында алдыңыздан қиындықтар шығады. Түсіңізде кішкентай күшікпен ойнау, жақын адамыңыз ерекше сыйлық сыйлайды. Базарда күшік таңдау, сіздің бар жан тәніңізбен сенетін адамыңыз сізге адал емес, тіпті артыңыздан өсек таратып жүр деген сөз. Түсіңізде далада иесіз күшікті тауып алсаңыз, шынайы өмірде сіз барлық жағынан алып қарағанда көмекке мұқтаж адамға көмек қолын созатын боласыз. Бастысы жауапкершіліктен қорықпай, уақытылы көмек көрсетіңіз. Өзін кішкентай күшік ретінде көру, қиындықтан шаршау. Аз уақыт жалғыздықта өздігіңізбен қалып, өз сеніміңізбен ойларын ақтарып қана бұл проблеманы шешуге болады. Егер түсінде ит қабатын болса, онда өңінде бір қаттыгез адамның жаласына ұшырайды. Түсіңізде иесіз итті көру нашар белгі. Бұл түс досыңыздың қазіргі уақытта қиын жағдайда екенін хабарлайды. Сізді өз қиындықтарымен уайымдатқысы келмей, сыр ашпай жүр. Аппақ итті түсіңізде көрсеңіз, шынайы өмірде жақын досыңыздың көмегіне арқа сүйеуіңізге болады. Кейде бұл түс көп уақыт бойы көрмеген ескі досыңызбен көрсетініңізді меңзейді. Ал қара ит керісінше ұзақ уақыт бойы дос деп санаған адамыңыз шынайы өмірде сізді сатып кететінін жеткізеді. Бұл досыңыз сізден сырт айналып қана қоймай, сізді қаралау үшін барлық әдіс айласын іске қосады. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.